Тарихтан қалған естеліктер көп. Сол кездер адамдармен қоса жануарлар да әлемге жаңа жаңалықтар келген. Олардың бірі батырлықпен, бірі ақылдылықпен ерекшеленсе, бірі оқиғалармен, өзгешелігімен ерекшеленеді. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге тарихтағы ерекше жануарлар жайлы айтамын. Долли. Бұл қойдың түрі әлемге жаңа жаңалық алып келген болатын. 1996 жылы дүниеге келген бұл қой жылқының, иттің, мысықтың, тышқанның клондалуы арқылы дүниеге келген. Долли 6,5 жыл өмір сүре алған. Сол жылдың ішінде көптеген журналистердің, кинематографтардың қызығушылығын оятқан. Долли өлгеннен кейін оның көшірмесін Шотландиядағы корольдік мұражайға қойған. Долли ана атанған жалғыз клондалған қой болып есептелген. Ол артынан 6 қозы қалдырып кеткен. Йорк Смокей, кішкентай батыр ит. 1994 жылы американдық сарбаздар оны жаңа Гвинея орманының ішінен тауып алған. Үсті кір-кір қорқып қалған күшік. Ол жапондарға тиесілі болған, бірақ ит жапоншада, ағылшыншада түсінбейді. Оны Уильям Уинни атты жігіт Кливлендтан 2 африкалық фунтқа сатып алған. Смокей қалған соғыс кездерінде солдаттарға көмектесіп жүрген. Ол көп нәрсе үйреніп алады. Солардың ішінде парашютпен секіре алған, 100 оқтан аман өткен, соғыс кезінде зениттік қондырғыны таси білген, және де ол жер асты трубасы арқылы тоқ жүргізіп, екінші жеріне дейін жеткізген. Ол болмағанда солдаттарға оны 3 күн бойы қазуға тура келетін еді. Қазір Смокейдің құрметіне салынған ескерткіш те бар. Кнут. 2006 жылы 5 желтоқсанда Берлиндегі хайуанаттар бағында дүниеге келген Кнуттан анасы бірден бас тартқан. Күн сайын Кнутты көруге хайуанаттар бағына адам көптеп келген. Тіпті 2007 жылы наурыз айында туылған көпшілік баланың есімі Кнут деп қойылған. Ол туралы кітапта жазылған, фильмде түсірілген. Қазір де Берлинде Кнуттың кейпіндегі ойыншықтар мен сувенирлер сатылады. Ал өзі 2011 жылы қаза тапқан. Содан кейін хайуанаттар бағына Кнуттың құрметіне ескерткіштер қойылған. Эльза. Джордж және Джой Адамсон есімді жұптар Кенияның ұлттық паркінде Эльза есімді арыстанды баққан. Бір күні Джойға бір арыстан шапқан, сол үшін оны атып тастаған. Ал оның артынан 3 баласы анасыз қалған. Солардың бірі Эльза. Ол ешқашан бостандық көрмеген, кейін оны бостандыққа үйрете бастаған. Ол иесіне сирек оралып, жолды ұмытатын болған. Бір күндері ол иесінің қасына балаларын алып келген. Сол кезде Джой Адамсон «Рожденная свободной» атты кітап жазған. Сол тақырыпта фильмде түсірілген. Рикошет, терапевт, психолог және батыр ит. Бірде жағажайда иттің де, адамның да өмірін күрт өзгерткен оқиға болған. Рикошет 15 айлығында қол-аяғы қимылсыз қалған баламен бірге серфке секірген. Содан бері бұл Рикидің жұмысына айналды. Рикошет алғашқы серфер ит атанды. Рики су фобиясынан құтылуға көмектескен. Жақындарын жоғалтқан адамдардың жан ауруын жаза білген. Мысалы, Ян атты жас балақай әкесімен бірге үнемі серфингпен айналысатын, бірақ ата-анасы оқыс жағдайға тап болғаннан кейін Ян судан қорқа бастаған. Рикидің көмегімен балақай қайтадан таяққа тұрған. Лайка. Ғарышқа ұшқан Белка мен Стрелка жайлы білетін шығарсыздар. Олардан бұрын ғарышқа Лайка есімді ит ұшқан. Эксперимент зымыранның қайта оралу жүйесін қарамаған, ал зымыран ғарышта 7 күн тұра алған. Бірақ ол өлгеннен кейін кеңес өкіметі Лайка туралы ештеңе айтпаған, ал ғалымдар оның физикалық жағдайын бақылап отырмыз деп айтқан. Балто. 1925 жылы Аляскада Ном қаласында күн індет пайда болған. Қатты боранның әсерінен дәрілерді ұшақпен жеткізу мүмкін болмаған. Боран кезінде 1000 шақырым жерді бағындыра алатын тек хаскилер болатын. Сөйтіп дәрілерді жеткізуге 20 шақты делбес хаскилерді жіберген. Жарты жолда мұзды өзеннен өту кезінде бірнеше хаски өле жаздаған. Бірақ Балтоның қайсарлығынан олар 5 күнде керекті жерлеріне дәрілерді түгелдей жеткізген. Қазір Нью-Йорктың орталық паркінде Балтоға төзімді, адал, ақылды деген жазу ескерткіш қойылған. Ал Кливлендтік мұражайда Балтоны тарихымен бірге жазған. Кейко. Әлемде кино жұлдызы болған жануарлар да бар. Солардың бірі Кейко. Кейко Билейді босатыңдар фильмінде және оның жалғасында ойнаған. Бірінші фильмнен кейін Кейконың терісі ауырған. Кейін оның жанкүйерлері фонд ашып ақша жинап Кейконың еміне көмектескен. Содан кейін Кейко 2 фильмге түскен. Кейін оны аквариумға жіберген. Ол жерде ыңғайсыз болған соң өз еліне Исландияға жіберілген. 2003 жылы танымал актер өкпе ауруымен қаза тапқан. 2001 жылы 11 қыркүйек күні ақш-та өткен теракт кезіндегі батыр иттер. Голландтық фотограф Шарлотта Дюма теракт кезінде бірнеше жерлерді суретке түсіріп жүрген. Ол сауда орталығында болған суреттердің пленкаларына қайта назар аударып қарағанда, ол жерде тек адамдар емес, иттердің де көмектесіп жүргендерін көрген. Егер сол жерде иттер болмағанда, біраз адам сол жерде көз жұмар еді. Теракттан кейін 10 жыл өткен соң көмектескен иттердің 12-сі қалған. Фотовыставка сол кездегі иттерге берілген.
олар 10-20 шақты адамнан құтқарған. Фотографқа батарейтерді түсіру үшін бүткіл 10 штатқа баруға тура келген. Ол штаттарды шарлап шыққаннан кейін 12 батарейттің суреті бар Retrieved атты кітап сатылымға шығарған. Рин-тин-тин. Неміс тұқымдасына жататын бұл ит өз жылында Зов Севера Рин-тин-тин өз иесін құтқарады. Рин-тин-тиннің ерліктері атты тағы да басқа фильмдерге түскен. Рин-тин-тин 1918 жылы Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде дүниеге келген. Дункан есімді азамат Беттидің екі күшігін асырап алып, оларға Рин-тин-тин және Ненетта деген есім берген. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Рин-тин-тин Дунканның әскери жасағына көмектесіп жүрген, біраз ерлік жасаған. Кейін соғыс біткен соң иесі Дункан Рин-тин-тинді әртүрлі телешоуларға қатыстырған, біраз жүлделерге ие болған. Тіпті банкротқа ұшырағалы жатқан Варнер Брозесті де құтқарып қалған. Егер Рин-тин-тин жайында толықтай видео күтсеңіздер, комментарияға қалдырып кетіңіздер. Рин-тин-тин өз туралы фильмдерге өз түскен жалғыз ит болып саналады. Ол 1932 жылы қаза тапқан. Қазіргі таңда Техаста Рин-тин-тинге арналған мұражай да бар. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury. Clickbait каналынан видеоны лайк басыңыздар. Каналға және ВКонтактедегі группамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рин-тин-тин жайында толықтай видео қаласаңыз, комментарияға қалдырыңыздар. Ал келесі топ видео 800 просмотр жиналғаннан кейін шығатын болады. Аман сау болыңыздар.